Баршаңызға қайырлы күн достар. Ең алдымен жоғарыдағы YouTube каналыма тіркеліп, комментарий, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Бүгін бар жоғы 5 минутта дайындалатын овсянойлы кукурузный крупалы қосылған суда пісірілген ботқамызды дайындаймыз, яғни кашамызды дайындаймыз. Ал енді біз бір стакан суымызды дысымызға құйып алып, және де крупаларымызды да салып алып, орташа отта пісіріп аламыз. Мінекей достар, осылай болып шықты. Мен бір шым етіп тұз салып алдым. Және де оның үстіне тағы бір стакан суымызды құйып, орташа отта пісіріп алыңыздар. Ал енді біз кашамызды қасықпен араластырып отырып, орташа отта жақсылап тұрып пісіріп аламыз. Бұл кашаны мен жеміс-жидекпен әрлегенді жөн көрдім достар. Мінекей достар, кашамыз дайын болды. Бананмен, таңқураймен, ежемалинамен мен әрлеп шықтым. Сіздерде басқа фруктімен, яки болмаса суха фруктімен жесеңіздер болады. Және де бұл кашаның құрамына мен қант қоспадым. Балмен жегенді жөн көрдім достар. Бал қосып жеңіздер, өте дәмі керемет болып шығады. Ал енді достар, кашамыздың дәмін көрейік. Достар, дәмінде сөз жоқ. Ас болсын достар, сіздермен болған Сабира.